Жұмсаса да, үлкен жұмсаса да жүре береді. Ана машинасын қирап тұрса да, ол машинам қирап тұр деп айтпайды. Төрт бұрышында сым байлап жүреді. Қираған жерде сыммен байлайды да жүре береді. Осындай ақ көңіл бала жұмсаса да тіләле береді. Сондықтан Базарбай мынау тойың құтты болсын, жасына жас қосыла берсін, бала шағаның қызығын көріп, той боласын. Асылтас бір қинаш жерде той қонақта отырғанбыз. Құрметті ағайын, Базарбай ініміз ғой мұны. 60-та кеп отырмын Базарбай енді қоса қармын. Басқа не тілейміз енді мынау Секен айтты ғой, жаңа айтайын деп Секен айта алмай қалған сөзін мен айтайын. Базарбайдың машинасы қисайып шөбек. Содан мына Базарбай шөп дегенде көпті ғой, өзі сөйтсе Базарбай айдап бара жатыр деп машинасымен соны айтайын деген ғой, деген намыстанып сол айтқызбай жатыр. Ал түгел тойға келген ағайын мына Жұмақанның жолдастары келіп жатыр мына Семейден келіп жатыр, қайын жұрттарымен көптен көп рахмет сіздерге мына. Жұртқанда жолдарыңыз болсын, осы екі дүниенің жақсылығын көріңіздер, аманшылық саулық болсын. Жортқанда жолдарыңыз болып, жолыңыз ашық болсын. Ауырмайық, сатқымайық, ауырып жатқан Алла шипасын берсін. Тағы не айтамыз Базарбай, енді мына артында енді 2-3 қыздан кейін Алмаз бар ғой, енді Алмаздың тойына жазсын, енді Алмаздың тойын келуге Алла қабыл болсын енді. Әркімнің аузында киелі сөз дейді, қол ауыз дейді, жақсы сөз жарымыз дейді, әркімнің аузында дұғасы бар, есінде болсын. Рахмет деген сөзін жетіп жатырмыз сатын. Сол сықылды мынау қабыл болсын түгелі, жақсылық болсын, періштері қолдасын енді. Өліге тіріге береке, көп енді халық көп қой енді. Мазары нелерімізді көп алмайды уақыттарымызды. Жақсылық аманшылықпен келсек ағайын. Жақсылық болсын. Құрметті ағайындар, мінекей бүгін өте жақсы киелі шаңырақтың кешегі атамызбен Үкін атамен Күлпаш тәтемнің шаңырағы, сол шаңырақтың құрметіне сол үйдің Базарбай деген баласы бар ғой, соның абысқа толып жатыр, барайық деген ниеттерімен, шын жүрекпен келген ниеттеріңіздің бәрі қабыл болсын. Мінекей мынау біздің Мәрде мен Жанканың құда-құдағилары келіп қалған екен. Бұл кісілер кім демеңіздер, өте момын, адамгершілігі мол, қожа әулетінен боламыз. Мен сол шаңырақтың 50 жылдан асты. Енді мен анасы ретінде жаңағы сөйлеген ақсақал үйдегі мен бәйбішесімін. Кім сөйледі демеңіздер. Мінекей айналайын, кім болса да кешегі әке шешені, ата ананы ұмытпайды. Сол әулеттің ұрпағы, сол үйдің Базарбайымен асылдасы деп келіп отыр құлындарым. Мінекей, Төрежан жаным, мен сені жақсы көрем. Мен сені Төрежан деймін. Қинаш деп атамаймын. Сенің орның бөлек жаным. Сен бәрінің ағасысың, жағасысың, бәрінің ақылшысың. Тыңдайтын құлақ болса, сенің ақылыңнан ешқайсысы аспайды деп ойлаймын. Бүгінгі мінекей мерейтой айналайын, осының алдында Сәбиналарың Алланың қалауымен оқуын бітіріп, қызыл диплом алып, құрметтеп, балаларыңды қалаға апарып Аллаға мыңда шүкір тәуба. Енді мінекей менің азаматым Базарбайым
60 жасын тойлап деп ағайын туыстың басын қосып, балаларың бар асыл-пастарын ұйымдастырып жассыңдар. Мынау жасап атқан той қайырлы құтты болсын. Әркім той жасайды ғой. Базарчик, сенің азаматтығыңды, адамгершілігіңді, момынсың, тәкаппар емессің. Жаңа баршасы айтып отыр ғой халықтың. Сен сондай ақкөңілсің. Осы бойыңдағы барлық жақсы сенің мынау соңынан ерген алмазыңда болсын. Енді мынау тойға менің Манаш балам келе алған жоқ. Сондықтан айналайын, менің шашуым бөлек, қазір берем, бір жаға қатады. Алмаз үйленгенде жаратасың ғой құлым. Енді мені шашуды қабылап, енді берген. Бөлек, көңілің ақ орамалдай ақ болсын, бай бәйбіше болуға нәсіп етсін біздің жолымызбен. Айналайын, сен көргенің бар, тәрбиең бар, кімді болсын бауырыңа тартып, солай жүресің, анағаннан мынағаннан көріп жүресің. Ол адамның бойындағы үлкен жақсы қасиет, ол туа біткен жақсының, мына анаңнан көрген тәрбиеңді мен ойлаймын. Баршаларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар, той жақсы өтіп, көңілді мәжіс болуға нәсіп етсін. Рахмет. Мына қой жылы елмес қой жылы ғой. Тәтем бір-екі сөз болды, сен үлкен шаңырақ үлкенсің, сен не келмейсің деп. Содан ерсіз келдім, расына жен тосын тұсап кеттім де мен келдім. Мына жабақ атап атыр, мына ылғи баяғыда мағамда бір дөкей байталым берген, мына Секен екеуі мына. Енді Секеннің жасын берсін, 90-ға кел. Алмаздың қызығын көріп, ауырма сырқама қосағымен қосағары. Түгелі қабыл болсын, аманшылық болсын ағайын. Жақсылықпен келсейік. Секен енді кезінде Секен күйеуіміз қолында барды, жақын жоқ деп, ол ішіп жесе қалатын шаруа ғой, бұны сыйлап атқан Манаш. Манашыма рахмет. Егін бұлақтың тумасымыз ғой, бәріміз де бала шағаның ортасында жүрміз. Қазір міне төлеген мен ардағым бар. Ардақ қайдасың? Пакетің қайда? Алып кел. Сол енді ең бірінші мені Нұрәлі Қазбек баламның 3-ші этажында тұрған. Сонда мен ауырып, содан алып келген мені. Алып кеп, сол төлегенмен ардаққа табыс етті. Қайда барса да тыстамайды. Әже жүріңіз, мынандай киімдер киіңіздер. Өзі егінді бұлақтың адамдары бәрі де ренжімеңіздер. Мен таңертең кішкентай айттым, мен тұра алмаймын ғой, аяқтан жүре алмай қаламын ғой деп, біз сізді сүйрелеп апарамыз деп сүйрелеп мені алып келдім. Қазір төлегенмен ардақтың қолындамын. Қайда барса да тыстамайды. Қайда барса да сонда апарады. Өзіміздің егінді бұлақтың адамдары ғой, жүрсейші, неменеге жатырсың деп сөйлейді. Ал Базарбай, сен де солай 80-ге кел. Сен білгеп Асылтас балаңның алған дипломы қайырлы болсын, жақсылық болсын. Осындай тойда бола берсін, жүре берсін. Етілеген тілеулерің қабыл болсын. Әрбір тамақты мен таңдап ішем, жасыратыны жоқ, ардақ өзі біледі. Ал енді артық келін сөйлесем кешіріңізде, ал ардақ бер енді.
сізге көп. Ал мынау жастар сендерге айтатыным осындай тойға сендер де жетіп жүре беріңдер, аманшылық, жақсылық болсын. Ал енді артық кем айтсам кешіріңіздер. Баскентайна 60 жасың мерейтойың құтты болсын, денсаулығың мықты болсын. Асылтас екеуің осы соңдарынан ерген балапандарыңның қызық қуанышын көріп, 100 жасаңдар, Алланың берген жасын жасай беріңдер. Амандық, саулық болсын. Барлық жақсылықты тілеймін екеуіңе. Ауылдастар, мына ағамыздың бүгінгі 60 жас тойына келіп отыр. Ағамызға тілейтін үлкен денсаулық, зор бақыт. Асылтас еңеміз екеуіңіз қол ұстасып жүре беріңіздер, бір жастықта қайтаруға. Амандықта, жаңағы айтып жатқан үлкен кісілердің тілегі қабыл болсын. Ойнап, осылай жүре беруге жеткізсін. Амандықта кездесейік. Рахмет сіздерге. Ал құрметті қауым, бүгін міне біздің Базарбайдың қайнымның 60 жасы тойы болып жатыр. Құтты болсын. Осы жерге жиналған қонақтардың бәріне рахмет. Міне басымды иеймін. Сіздерге рахмет көп. Енді Базарбай, Асылтас, мына мерейтойларың құтты болсын, 60 жастары. Базарбай дендерің сау болсын, Асылтас екеуің. Бала шағалардың қызығын көріңдер, немеренің қызығын көріңдер. Жасыңа жас қоса бер, Базарбай. Осылай ортамызда қартаймай, жап-жақсы болып, әдемі болып жүре беріңдер. Осы әулетте только той болсын. Артынан кімнің, Сабинаның диплом бітіргені құтты болсын, қызыл диплом алғаны. Енді өзінің армандаған жұмысына тұрып, еңбегі жемісті болып кетсін. Арғарай алмазымыз үйленіп кетсін. Тек осы әулетте той болсын, жақсылық болсын. Базарбай жасыңа жас қоса бер, денсаулық тілеймін. Асылтас екеуің бір жастықта қартаюға жазсын. Бар жақсылықты тілеймін, өзіме не тілеймін, соны сендерге тілеймін. Аманшылық болсын. Бүкіл осы жерде жиналып отырған қауымға бәріне рахмет. Ана алыстан келген менің жолдастарыма, Жұмақан жолдастарына мың есе рахмет. Бәрлеріңіз осы той, Базарбайдың 60 жасын тойлап, жақсылап отырыңыздар. Сол үшін көңілді отырыңыздар, бәрі құтты болсын. Ақтүйенің қарны жарылып жатыр. Ағамыз Базарбайдың 60 жасы құтты болсын, Баске. Асылтас екеуің бақытты болыңдар, осы балалардың қызығына тоймаңдар. Әке шешеміз көрмеген қызықты сендер көріңдер. Ортамызда жүре беріңдер, ойнап күліп. Бәрлеріңізге өсіп 60 жас құтты болсын деймін. Бәрімізге жұғысты болсын, жақсылық болсын. Алыстан келген жолаушылар жолдарыңыз болсын, аман есен жетіп үйлеріңізге осы қызықтап өстіп жүре берейік. Көп сөйлеуге болмайды, ет суық қалып дейді. Мен бір сөйлеп кетейін енді. Осы әулеттің үлкені сөйледі, енді кенжесі де сөйлесін. Осы үйдің кенжесімін, қожаның Базарбайдың кенже қарындасымын. Бұлайша айтқанда өзі сөйлемейін. Бұлайша айтқанда енді аз ғана қалдық қой, енді үлкен әулет болсақ та бәрі Алланың қалауымен. Сондықтан Баске бүгінгі туған күнің 60 жасың құтты болсын. 60-тан асып 70-ке кел, 70-тен кетіп 80-ге кел, 80-ден секіріп 90-ға, 90-нан асып 100-ге кел. Осылай ойнап күліп жүре берейік. Тойшыл қауым ғой, міне келіп отқан қазақтың тойы бітпесін. Алла тағала тек жақсылықта, қуанышта кездесе берейік. Кең дастархан басында басты байлық, денсаулық, Алланың берген жасын жасап. Сыйласып жүрейікші, 5 күндік жалғанның қадірін білейікші. Аман болыңыздар, туыстар. Жаңашылық естідік, бірақ енді сонда да болмай келдік бүгін. Жарайды, бүгін қатысып, ертең сонда барармыз деп асығыстау келдік. Бет алып дайындалып қойғаннан кейін, енді оған айып етпесіздер, енді айту керек болды соның бәрін. Сонан Базарбай енді міне 60-қа келіп
жатырсың. Туған күнің құтты болсын. Қосағыңмен қосағар, бала шағаңның қызығын көр. Тілек еспіз енді. Ылғи тойға келейік өздеріңе. Өте қуандық, асыл-тас шақырғаныңа рахмет. Көрмеген жерді көрдік дегендей. Келіп көрмеппіз рас енді. Жетудің өзі қиын екен мына жаққа. Лучше қалаға, сондай жерге бару тез екен. Соған болмай енді, соған қарамай келіп жатқан жайымыз бар. Тойларыңыз той қыласын, отанымызда тыныштық болсын, бәрлеріңіз бала деп жүрсіздер, сол баланың қызығын көріңдер. Құтты болсын. Базарбай жезде, Асылтас апай, бүгінгі енді туған күндеріңіз құтты болсын. Жезде ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Жастан жасқа жете беріңіз, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Осылай балапандарыңыздың ортасында аман-есен жүре беріңіздер. Тек қана сіздерге жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Сабинаның енді қызыл дипломы құтты болсын. Енді әрі қаратай жақсы жұмысқа тұрып, еңбегің жемісін көре бер. Тек қана жақсылық тілеймін сіздерге. Енді біздің кішігірім той бастарымыз сыйлығымызды беріп жатыр. Енді тек қана аман болыңыз. Өз келін, осы келінге рахмет. Қол-аяғы дерт бермесін, тіл көзден сақтасын. Өз қолымен осы сіздердің алдындарыңыз қымыз осы келінімдікі. Ішіп жеп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, тойға жылған тойшыл қауым. Жаңа Майра апай таныстырып кетті ғой, мен Асылтас апайдың бауырымын. Базарбай жезде Асылтас апай, мерейтойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз ең басты денсаулық, дендеріңіз сау болсын. Денсаулық болса барлығы болады. Осы бала шағаларыңыздың қызығын көре беріңіздер. Алланың берген жасын жасап, дастархандарыңыз тек қана осындай қуанышқа, жақсылыққа, тойға жайылсын. Той құтты болсын. Ал тойшыл қауым, аға, апай, бүгінгі аға мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, Алла ұзақ ғұмыр берсін, бала шағаңыздың қызығын көріңіздер. Осылай той қуанышта жүздесе берейік, аман болыңыздар. Сәулем, 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 жалаған арымсың, сезімдегі жалымсың, басындағы бағымсың, торғанын өңісің, жүрегімнің жырысың, жанарымның нұрысың, жанарымның нұрысың. Білсеңіздер айтып отырыңыздар. Жил да был черный кот за углом, и кота не обидел весь дом, только песня совсем не о том, как не ладили люди с котом. Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и ведет. Herkese kadar bir dalgasına ortada bilgi gelirse, haka ortada bilgi.
рамкамызбен құтты болсын. Сол аспен денсаулық тілеймін, аман болыңдар. Денсаулық берін. Ал Базарбай Атай, да, Асылтас, осы 60 жылдығыңыз құтты болсын, сіздің деніңіз сау болсын, осылай күліп ойнап жүре беріңіз, аман болыңыз. Екеуіңіз бір жастықта қартайыңыз, бала-шағаның қызығына тоймаңыздар, немере шөбере көріңіздер. Осы балалардың қызықтарына тек қана біз куәлік болайық. Қыздарыңыз қызыл диплом алыпты, осылай жақсы жұмыс тауып, жемісін көрсін. Не айтамын енді, осы отырған кісілерге, қауымдарға тек қана жақсылық тілеймін, бақытты болыңыздар өмірде. Осындай той бүкіл семьяда бола берсін. Ең жақсы денсаулыққа ең періштің құлағына шалсын, қаншама достар айтылып жатыр, қаншама тілектер айтылып жатыр. Бұл жақсылықтар қана кездесе берейік. Аман болыңыздар. Ал Базарбай құда, міне Алланың берген қуатының арқасында 60-тың белесіне жетіп отырсың. Қайырлы болсын. Құда 60 Алланың берген сыйы ғой, ұзағынан болсын. Алла деніңе саулық, бойыңа қуат берсін. Асылтас екеуің жолың жазылмай, балалардың арасында, немере жиендердің арасында, туысқандарың арасында белестен белеске жете беріңдер. Көрер қызықтарың таусылмасын, тойларың тойға ұласын. Осындай бір жақсы мейрамханада әдемі той болып жатыр. Бәске жаңа жасыңыз құтты болсын, 100 жасаңыз, жеңгеңіз, екеулеріңіз бір жасықта қартайып, тек қана бала-шағаның қызықтарын көре беріңіздер. Үйлену тойына бәріне біз себепкер болып келе берейік. Коллектив второй дом дейді ғой. Осы 2019 жылы Баске бізге жұмысқа келгенде, ең бірінші көргенде ойладым, какой добрый дядька деп. Сол осындай, осы мінезінен таймаңыз, әрқашанда күлкіңіз езуіңізден кетпесін. Енді басымыз аман дейміз, сау болсын. Осы кезінде Сабина дочеріміз қатты ауырып, оның бәріне біз тілектес болып жібердік. Енді сол баланың қызықтарына тоймай жүре беріңіздер. Енді үйлену тойларға кездесейік. Осы әдемі ғимаратта, әдемі тойханада бас қоса берейік. Сол басқа енді өз басым сізді өте қатты сыйлаймын. Сондай ақ көңілісіз, және бәрі үлкендері айтып жатыр ғой, баласы қатты жүгіріп жүресіз деп. Енді айтады ғой, өзі тілек айтқанда тек жақсылық тілек айтылады. Сол бүкіл бәрі тілектер қабыл болсын. Енді орамал тоң болмай, жол болады деп сіздерге сыйлық музей атынан, ұжымнан. Енді осындай рамкада 70, 80, 90 соған аман болып, куәгер болып жүре берейік. Осындай рамкада сіздерге сыйға тарта берейік. Базарбай аға, туған күніңіз құтты болсын, мерейтойыңыз 100 жасаңыз, ауырмаңыз, ең бастысы денсаулық. Денсаулық болса барлығы болады. Осылай біздің коллективіміздің арқасында еркелеп жүре беріңіз. Сол бар жақсылық тілеймін, бала-шағаңыз аман, дендері сау болсын, немере шөбере көре беріңіз, 100 жасаңыз. Біздің арамызда, мысалы, бірінші музейде Дауға 60-қа келгенше былтыр. Онан кейін Нұрекең келді, енді Баскен келіп жатыр. Сіз жаңа базик деп айтты ғой? Базик емес, сіз бізге базик есіз. Міне Дауға.
Ассалаумағалейкум, тойшыл ауылым. Той құтты болсын. Ал енді базке мынау тойлап жатқан 60 жасың құтты болсын. Жасың ұзақ болсын, денің сау болсын. Мынау бала шағаларың қызығын көріп жүре береке жассын. Енді мынау жаңа үлкен кісілер айтып отыр ғой тілектер. Соның бәрі қабыл болсын. Сол енді тек қызық қуанышта бола берсін. Сол үшін жолығын. Ой, кішкентай болған мен ақшасы көбейді. Базарбай аға, тойыңыз құтты болсын. Денсаулық тілеймін, мен бәрі айтқан тілектерге қосыламын. Біз енді дебет кредиттен басқа айта алмаймыз, енді балаңыз жүре берсін, дебет кредит тең болсын, ақшаңыз көп болсын. Анда-санда бір келеміз, бәріміз сөйлеп кетейікші, Жанета. Айту апай. Ал Базарбай аға, туған күніңіз құтты болсын. Тәтекеуіңіз бір жастықта қартайыңыздар, бала шағаларыңыздың қызықтарын көріңіздер. 100 жасыңыз Базарбай аға. Осылай тойда ғана кездесек, амандық болсын. Ал базкейді қоңыр машинаңызды қоңырлатып жүре беріңіз. Айсәлелі асылтасыңыз аман болсын, балаларыңыз аман болсын, күліп ойнауға жазсын. Тойлайық, бала шағаң аман болсын, көпшіліктің айтқан тілектері қабыл болып, періштенің құлағына қалсын. Асылтас екеуің жақтарыңызбен жамандық көрмеңдер, тек қана үйлерінде осы тойдан тойға ұласа берсін. Немересі болам, тұңғыш. Базеке 60 жасың құтты болсын, жасына жас болсын, дені сау болсын. Жеңге екеуін семьяда бақытты болыңдар. Бала шағаң қызықтарын көре беріңдер. Тек қана дастархандарын осылай жақсылыққа жайына берсін Базеке жеңге. Дендерің сау болсын. Тек жақсылықта жинала берейік сіздердің қуаныштарыңызға. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Бағана Алтынбек бауырым звондап жатыр. Базекене сәлем айт, поздравить ет туған келмейді. Базеке. 60-қа тағы да бір 60 демей ақ қойын бір. 30 жас қоса нормально 90 жас. Осылай жасай бер. Әкемнің үлкен, әкем қинаш қой, қинаш екі ағанысы қалды. Базеке мен беріп. Мен алғашқыда 84 жылы дүниеге келген кезде атам берікке селіппіз деп. Алғашқыда 84 жылы дүниеге келген кезде атам берікке селіппіз деп атымды қойып кеткен. Кішкене көңілің босап тұр айып етпеңіздер. Базеке жасай беріп бірақ мешендерді жақсы көрем. Тек жақсылық қылғанына осылай жинауға жазсын. Қожалардың әруағы жасай берсін. Мешендерді жақсы көрем. Кішкене көңілім босап та шыны керек. Неге өйткені мен Базекеңді қатты жақсы көрем. Базеке, денің сау болсын, давай, жаным сау. Дендерің сау болсын, осылай тек қана жақсылыққа жете берейік. Той-тойға оласын. Алла қаласа, Алмаз бауырым бір бас, екі бас болсын. Алмазян үйренші осылай дүркіретіп жоғары деңгейге тойлауға жазсын деп. Алла тағала нәсіп етсін. Төкен атан нәрба қолдасын. Құрметті қонақтар, мына жерде айып етпеңіздер. Менің Айдын бауырым сөйлейді, қайнаған Болат ағаның орнына. Базарбай аға, келіп 60 жасыңыз құтты болсын. Жастан жасқа
бола беріңіз. Осылай балаларыңыздың қызығын көріп, Алмазағай тезірек үйленіп келеді әкесін. Әмин, әмин. Егіздер деп қойсаңыз. Қайрат, қанат. Ғафу етіңіздер, жастар ғафу етіңіздер. Серік. Базарбайға Айналайын. құтты болсын. Мен әжем. Қоса беріңіз. Осылай біздің арамызда жүріп, бізді қуанта беріңіз. Сіз аман есен осылай біздің арамызда жүрсеңіз, біз әлі бала сияқты болып, сізге еркелеп жүре береміз. Ал, туғаныңыз құтты болсын. Серік, айналайын. Мен орнымнан тұрдым құным. Сенің жүрегің қандай? Құным, кешегі сенің аталарың көзін көрді менің. Момын, әулет, киелі шаңырақ. Өте киелі. Мінекей, ұрпақтары өсіп мінекей. Иншалла тауба. Ең үлкен немересім деп айтты ғой, біздің Төрежан деймін ғой, Тілмаштың дөңбасы. Айналайын, жүрегімнен айналдым. Бәрін толқып тұрсың. Базарбайым менің ағатайым жақсы көрінді бассың. Мұндай сөзді екінің бір шын жүрек ниетімен айта бермейді. Құным, бір жасың болсын. Көрген, жүрген жерің балбақша болсын. Көргенің жақсы болсын. Міне осындай ниеті бір шын ықыласымен айтылған осы жақсы сөздер періштенің құлағына шалып әмин деген нәрсе. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Осылай тойға шақырып жатқандарыңызға рахмет. Базарбай аға, туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас, деніңіз сау болсын, аспаныңыз ашық болсын. Әрқашан осылай өзі келем ғой, мен постоянно жарқын қарсы аласыз. Соған рахмет. Не деймін, бақытты болыңыздар. Ертең туғаныңыз құтты болсын, жасыңызға жас қосылай берсін, ең бастысы денсаулығыңыз мықты болсын, осылай немере, шөбере көруге жазсын. Құрметті достар, Осылай келіп отырған біздің нағашымыздың осындай тойына, мерейтойына 60 деген мұны шыны керек, біреуге келе қоймайды. Сондықтан әрбіреулеріңіз, міне апаларымыз отыр, солардың жастарына жетіпсіздер, олардан асып, үлкен жастарға жетпейсіз, бізге бата беріп жүре беріңіздер. Енді Алмаз деп жатыр, енді Алла қаласа Алмаз міне шыға қалды. Алла қаласа үйленеді дейді, бізде соны надеемся, молимся деген сияқты ғой. Енді ол да болар Алла қаласа. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс дейді. Өйткені біз бағанамен жақсы сөздер айтып отырмыз, соның бәріне қосыламын. Және де білесіздер, біз енді Базарбайға нағашы болып келгенсің, нағашымыздың жаңағы осылай қасиеттері мощныйға былай күтіп алады, всегда қарсы алады жақсы жүзбен. Біз мысалы Еңбұлаққа уеріне келеміз, білеміз кімге келетінін, қайда келетінін. Сондықтан асыл сәтеміз бар, ыстық шайын қойып, мысалы Қытайдан кейін асыл сәтен шайына қоймадым шыны керек. Міне енді қанша ел, қанша жерде жүрсем де өзіміздің ауылды дәріптеп, өзіміздің нағашылар қожа, өзіміз бәйбірекен дәріптеп осылай жүрміз. Сізге дұғай сәлем Алматтан, білесіз Алматта. Дұғай сәлем айтып жатыр, құттықтап жатыр. Сондықтан Гонконгтан Брюс Ли сізге сәлем айтты. Сосын Иман сәлем айтты Пошаннан деп болсақ. Осылай ұзақ жасап жүре беріңіздер. Сол үшін енді бір шапалақтап қойыңыздар. Енді мен сөйлеймін ба, домбырам сөйлеймін ба деп Базарбай ағаның құрметінен домбырамен махаббат әнін айтып жүргенмін. Ал енді айып етпеңіздер, мен айтайын, бағана кішкене толқып тұрдым. Шыны керек, айта кету керек нәрсе, Жұмекен ағамның достары отырған жерде Орай деген бар. Сән көп рахмет, сіздерге көп рахмет. Алла разы болсын. Келгендеріңіз көп рахмет. Базарбай ағам 60 жылдығын бөлісіп келіп жатқандарыңызға. Жұмекен жолдастарын көргенде бар ғой, Жұмақан ағамды көргендей болып отырмын ғой. Рахмет сіздерге. Алла разы болсын. Аяқ қолдарыңызға детпемесін. Орайге сән көп рахмет сіздерге келгендеріңізге. Өзім қуаныштым және шын бағана дайындалып отырған кішкене толық шыны
шыны керек көңілім бос қой, кішкене толқып жібердім, ұмытып қалдым шыны керек. Бірақ сөйлеуге ол үшін бөліп сөйлеп жатқаным айып етпеңіздер. Сіздерді қатты жақсы көремін. Базекеңнің осылай қуанышын бөліскендеріне көп рахметімді айтып келемін мына жерде. Тамада бауырларыма көп рахметмін. Елорданың азаматтары, өзіміздің бауырлар, сіздерге де көп рахмет. Жоғары деңгейде өркендеріңіз өссін, көріне беріңіздер. Міне, Базарбай ағамның Базик братымның тойы тәуба жоғары деңгейде өтіп отыр. Базик, жасай бер, тек алға Базя, давай. Арудайым еркелеп, маңдор алған Аққұлла, айдыны күнде ғашық боп, күндір батқан Аққұлла, тынбай кеземі даламның, атырамына Аққұлла, тұнығына ойымын-ау, батырамына Аққұлла. Сенің келбі жағаңнан, анам талай су алған, сенің келбі жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Аққұла, айналақтап жағаңнан, сенен артық өлгені, бұл әлем мені табамын-ау. Күндіз-түнгі бір тынып айдала кезіп шапқылау, құмар едім өзіңе бала кезден Аққұла. Әнге бөлеп маңайдау, асып-тасып жатасың, ақмоншақтан аспанағау, шашу-шашып жатасың. Сенің келбі жағаңнан, анам талай су алған, сенің келбі жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Аққұла, айналақтап жағаңнан, сенен артық өлгені, бұл әлем мені табамын-ау. Арудайын еркелеп, маңдор алған Аққұлла, айдыны күнге ғашық боп, күндір батқан Аққұлла. Тынбай кезем даламның, атырамына Аққұлла, тұнығына ойымын-ау, батырамын Аққұлла. Сенің келбі жағаңнан, анам талай су алған, сенің келбі жағаңнан, әкем атын суарған. Айналайын Аққұла, айналақтап жағаңнан, сенен артық өлгені, бұл әлем мені табамын-ау. Сенен артық өлгені, бұл әлем мені табамын-ау. Аққұла! Нұр жауып тұрған көктемде, көлдере барсаң көктереге, қоңыраулатқан аспанда, найзағай шаншып өткенде, есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан
шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Күз келген күрең шақтарда жапырақ жанып жатқанда мен бар деп мынау жауғанда жоқ деген сөзге алданба, есіңе мені алғайсың. Мен бар деп мынау жалғанда жоқ деген сөзге алданба, есіңе мені алғайсың. Ақ қырау түскен ақпанда ағаштар алқа таққанда бозарып атқан мақтанда бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Бозарып атқан мақтанда бозарып тұрып ақпанда, есіңе мені алғайсың. Қазбауыр бұлттар маңданда орманда жалғыз барғанда арманда жаным арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Арманда жаным арманда оңаша жалғыз қалғанда, есіңе мені алғайсың. Есіңе мені алғайсың. Құрметті қонақтар, бүгін біздің әкеміздің 60 жас тойын қуанышымызды бөлісіп келгендеріңізге барлықтарыңызға мың алғыс айтамын. Осында жиналып отқан туыстарыма, көршілерге, ауылдың адамдарына, бауырларыма бәріне мың алғыс. Папа, енді қыз балаға әкенің орны әрдайым ерекше. Осы күнге жетіп, осылай сіздердің алдарыңызда тұрғанымыздың бәрі осы әкем мен шешемнің арқасында. Осындай маған алмаздай аға, ақылшы Айжан мен Айсу сияқты әпке сыйлағандарыңызға сіздерге үлкен алғыс айтамын. Басымызға қандай сынақ түссе де ешқашан берілмей бізге қолдау болып осы күнге жеткізгендеріңізге сізге рахмет айтамын. Мама мен папаға бәрі осы кісілердің еңбегінің сынбауының арқасы деп білемін. Осы ауылға туыстардың ортасында сыйлы болғандықтан қазір осынша адам келіп бізбен қуанышымызды бөлісіп отыр деп білемін. Сіздерге үлкен рахмет. Енді бәрі біледі, қандай қиындық болса да осылай бізді өсіріп, мәпелеп, қолдағы барларыңды аямай, біз үшін ешқандай жұмыстан намыстанбай,
бізді осы күнге жеткізгендеріне сендерге үлкен алғыс айтамын. Енді біздің кезегіміз, ер жеттік, оқыдық, тоқыдық, бәріміз аяқтандық төртеумізде. Енді Құдай бұйырса, осы біздің қызығымызды көруге Алла нәсіп етсін. Сол сендерге үлкен рахмет айтамын. 100 жасаңдар, біздің қызығымызға тоймай жүре беріңдер. Бұйырса алмазымыз үйленсін, аяқтансын, жақсы адал келін жеңге бұйырсын бізге. Сол барлықтарыңызға алғыс айтамын. Мама мен папаға үлкен алғыс. Папа тағы да 60 жасың құтты болсын, жасай бер. Осылай ортамызда күліп ойнап, мама екеуің біздің қызығымызға, қуанышымызға тоймай жүре беріңдер. Сол, рахмет сендерге. Саламатсыздар ма? Папа, 60 жасың құтты болсын, жасай бер. 100 жаса. Сіздерге бәрлеріңізге рахмет, келгендеріңізге. Мен көп сөйлермен енді. Рахмет, алғысымды айттым бәрлеріңізге. Ал барлықтарыңызға қайырлы күн, қайырлы кеш. Уақыты жоқ заманда алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін мында бір рахмет айтамын. Базарбай деп, Асылтас деп сыйлап келгендеріңіз үшін алыстан, жақыннан келген туысқан, папаның жора жолдастары, класстастары бәріне мың алғыс. Базарбай десе, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін жақсы көретіні, ол бәрімізге рас нәрсе. Папа баладай ақ көңіл, өзі любой қай адам жұмсаса да, үлкені болсын, кішісі болсын, ешқашан жоқ демей, бәріне жүгірет балашадай. Сол айтады ғой, таудан биік теңізден терең әкем, елге еткен еңбегін ерен әкем. Адамзаттың асылы әз пайғамбар, одан кейін тұрады менің әкем. Судан таза, қардан да аппақ арың, ешкімнің ала жібін аттамадың. Менің әкем 1000 жылда бір туатын, ұлы адам деп мен бәріне мақтанамын. Кешегі мен әкемнің бүгінімін, кекілі жер тараған құлынымын. Алтын деген мен емес, менің әкем алтын, мен алтынның жай ғана сынығымын дегім келеді. Ортаншы бала болсам да, осы екі адамның ортасында жүріп, ыстығы мен суығын бірге көріп өскеннен кейін, осы екі кісінің бізді қалай еңбектеп, адал еңбектерімен осы уақытқа дейін жеткізгенін мен өз көзіммен көргем. Қақаған суық аяздарда папамның қасапшы болып, мал сойып, мамамның суық суымен шек қарын ашып, бізді осындай дәрежеге адал еңбектерімен ешкімнен нан сұрамай, елде жоқ киімді киіп, елде жоқ тамақты жегеніміз осы екі кісінің арқасы дегім келеді. Айтады ғой, әр мықты еркектің артында ең шыдамды, ең төзімді әйел тұрады деп. Сондай әйел Семей өңірінің қызы Абай атамыздың Ұлжан анасындай дара, Зере әжесіндей байсалды, байыпты, біз үшін үлгі ұстаз. Ол біздің анамыз, ол біздің дарамыз, ол біздің асылтасымыз дегім келеді. Осы уақытта біздің мама ешқандай қиыншылыққа бойымай, ешқашан біз не істесек те, не прав болсақ та прав қылдырып, әрқашан сөзімізді сөйлеп, всегда біздің дәрежемізді көтеріп отыратын осы кісі. Айтады ғой, бірде бір күйеу анадан сұрайды екен, апа, қай балаңызды қатты жақсы көресіз деп. Сол кезде ананың берген жауабы, балам, алыста жүрген баламды оралғанша жақсы көрем, ауырған баламды жазылғанша жақсы көрем, кенже баламды өскенше жақсы көрем. Бәрін айтта, бірін айт, мына аналық жүрегім мен ақтық демім қалғанша барлық баламды жақсы көріп өтем деген екен. Сондай бір біз үшін күйеу ана
Сабина мен Айсұлу деп шырылдап Қарағандыға жетіп баратын, Айжан деп анау Алматы Талдықорғанға баратын, Алмаз десе ақтық жүрегіндегі демін беретін, біз үшін осы кісі дегім келеді. Енді біздің папа көп сөйлемесе де, көп еркелігін білдіртпесе де, өзінің жүрегімен, біздің мама өте андай көңілші, эмоциональный, сондай паникерша дейді ғой, көбіне сондай. Біздің папа ол жүрегімен уайымдап тұрса да ештеңені көрсетпейтін, жеке жылап алса да өзінің бір ақкөңіл, мейірімді дарақылығымен бізге ой түзейтін өте ақкөңіл, дара, дана ер азамат дегім келеді. Айтады ғой, Алла Тағала плюс пен минус қосады деп. Бұл екі кісіде ешқашан минус жоқ, тек қана плюс. Папа өзінің дарақылығымен, ақкөңілдігімен бастаса, мама өзінің ширақтық, пысықтығымен қостайды дегім келеді. Енді өткенде Сабинамыз диплом алған кезде мамаға өзінің сыйлығын берген болатынбыз. Енді қазір мамаға бермей-ақ қояйық. Сондай осындай ананы, дананы, дараны бізге осылай тәрбиелеп өсірген, мен апаға орамал тон болмай жол болады деп, маманы тәрбиелеп өсірген, семейден келіп отқан апаға иығына қазіргі норка шәлі дейді ғой, сондай жапқым келіп тұр. Маманы 9 ай дүниеге көтеріп алып келіп, сонау егінді бұлаққа ұзатқаныңыз үшін көп-көп рахмет, шыдамдығып, 34 жыл негізі көп адам шыдай алмайды ғой, шыдап, тәрбиелеп, даналап өсіргеніңіз үшін мұнда бір рахмет. Алар бөлінді демейіңіздер, біз бәріміз төртеуміз ер жетіп, бәріміз бір тұлға иесіміз. Енді Алмаз өзінің сыйлығын папаны білесіздер, яғни таксист екенін. Енді машинасы шаршағандықтан машинасын ауыстырып, Алмаз машина әкеліп берген болатын. Ал үлкен қыз Алматыда ол өзі бөлек отау иесі. Мынау кіші қыздарының еркесі Сабина мен өзімнің атынан папаға алтын печатка. Алтынмен аптасақ та, күміспен қаптасақ та, әрине бұл кісілердің берген тәрбиесі ешқашан ақтай алмаймыз. Бірақ та игіліктеріңізге ұстаңыздар, папа барлық жақсылыққа лайықты. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет, той-той болсын. Ай, бәрекелді, қандай керемет жүрек жан тілегіміздерін білдіріп, шынайы жүрегінен шыққан Алмазды білесіздер, той басталғалы бері шапқылап жүр, анда мұнда. Расымен енді ер азамат көп сөйлемейді, қысқан ақтысын айтты. Ал енді Айсұлу, ағай туысқандар келгендеріңізге рахмет, көптен балаларын жасаған, соған құтты болсын. Осылай кең дастарханда келсек, шашылы болсын. Құрметті қонақтар мен тойшыл қауым, бүгін біздің отбасымызды сыйлап келгендеріңізге міне алтындай уақыттарыңызды бөліп, жұмыс уақытында міне келіп бізді қызықтап отқандарыңызда алғысым шексіз, басымды иіп рахметімді айтамын. Бәріңізге үйлеріңізде осылай қызық, қуанышты той болсын. Енді міне Базик жаным, сол 34 жыл өмір сүрдік, өмірдің
өмірдің ащысын да көрдік, тұщысын да көрдік бірге. Саған ең бірінші денсаулық тілеймін. Ауырма. Алланың біз қанша осы отырған бағана сіздер тілек айтып жатсыздар ғой, сол тілектің бәрі періштенің құлағын ашамызсын. Алла жас береді ғой, сол жасты жаса. Бірақ дегенмен де екеуміз балалардың әлі алматайымыз бар, аяқтанбаған Сабинамыз бар. Сол сияқты адамның арманы бітпейді ғой. Сол арманға екеуміз бірге қол ұстасып, бірге жүріп, жұбымыз жадырамай, жарасып жүре берейік, жұбымыз жазылмай жүре берейік. Сондықтан мені алтындай уақыттарыңызды келіп, мені құдағилар, мені Куканың құдағи бірінші келіп отыр, жаңа өзімнің төркіндерім келіп кетті ғой, сол кісілердің бәріне Базарбайдың жора жолдасы, Жұмақан ағаның жолдастары бәрін шамамыз келгенше шақыруға тырыстық. Мына қаншама кісі келмеді енді, бірақ енді осыған да шүкір дейміз. Мына жұмыс уақытында мен өзім жолдасымды осы жиналған халыққа қарап сыйлы деп өзім солай құрметтеймін. Сондықтан сіздерге мың алғыс. Көптен көп бағанағы ұжымдар бәрі келді, ол кісілер қайтып кетті, бәріңізге рахмет. Міне жаңа балаларым папаларына сый құрмет көрсетіп жатыр ғой енді. Осы сый құрметтерің алға жалғаса берсін. Осы тойымыз тойға ұласын. Алматай елдер бет алды айтпайды. Сен үйдің иесісің, үйдің тірегісің. Сондықтан біздің арманымыз бар. Сондықтан бір басың екеу болсын. Қыз балалар қайтеді қонақ қой, олар каждый орын тапты, Сабина ғана міне. Сондықтан саған жақсылық тілеймін, еңбегің адал, еңбегің. Сондықтан әрі қарай өзіңе, жаныңа келесі жылы папаң 70-ке толғанда жалғыз болып тұрма, екеу болып тұр осы жерде. Саған біздің әкелік, шешелік аманатымыз бір басың екеу болсын. Сондықтан міне осы жердегі Маржан, Гүлнәр, бұл жерде кім? Еркінбек қайным, Аслан, бәлеріңізге міне бір сөзімді тастамаймын. Асланға вообще звондаған жоқпын, Еркінбек айттым. Анау атында білмеймін, музыка бар ма еді осында деп, жоқ дейді. Асланды өзім алып келемін деді. Сондықтан міне Аслан, Еркінбек қайнымның бір сөзін тастамай келгеніңе көптен көп рахмет. Өсіп өне беріңдер. Өзіміздің ауылдан шыққан жақсы ғой, әншілер бәрі. Еркінбек жаным, сол нағашым тірі болған кезде жақсы араластық, әлі де араласамыз. Міне ана жерде ағаларың отыр, жеңгелерің отыр. Мейрам мен Шолпан, әлі де сыйластығымыз болсын. Еркінбек, саған көптен көп рахмет. Анжел Сабинан да диплом алып келгенде қалада күштілеп, гүрілдетіп сұрайды кісілер, мынау қайныңыз ба, маған масқара екен деп ше, айтар сөзіміз жоқ деп. Сондықтан өркенің өсе берсін жаным. Анау екі балапанның қызығын көр. Аслан сендерде қазақ айтады ғой, адамнан жақсылық айтпайды, Алладан қайтты деп. Алладан қайтсын, бізге жасаған жақсылығың Еркінбек. Қызық қуаныш болсын. Маржан міне осы кәпенің міне бізге бөтенеміз ғой, қожа әулеті, Рымкеш апай жоқ екен негізі. Сол кісілерге де сый құрметіміз бар еді негізі. Өмірзақ аға, Рымкеш апайға әкелген. Ол кісілер Манаш деген ерекше. Сол Манашқа мынау жаңағы дастархандағы ет, сол Манаштың бізге берген сый құрметі болатын. Жаңағыда өзі қыдырып семьясымен неге санаторийға кетсе де бір жалақысын атап кетіпті. Сондықтан осы сіздердің анау алдарыңыздағы 9 табақ ет сол Манаштың еңбегі. Сондықтан Манашқа біз желетке сыйлаймыз. Апаға
табыстаймыз, өзіңіз бізге сәлем айтамыз, біздің сый құрметіміз Манашқа деген. Зарымкеш апай мен Өмірзағанға да сый құрметіміз бардың. Бұл жерде қыздар сіздерге де айтасыздар. Бұл кісілерге де қандай тамаша, міне қараңыздар, өзіміздің ауылымызда мынандай кафеде жап-жарық, тап-таза, осы Гүлнар мен Маржан қайда? Осы кісілердің сабақтары қандай тамаша, официант қыздар, баламыздай ғой, міне Сабинамыз бен жастына қыздар, Маржан бергендер, сендерге алғысым шексіз. Бала шағаларың бар, сол бізге жасаған жақсылықтарын балалардың алдынан қайтсын. Маржан мен Гүлнар бір тілек айтыңдар. Негізі бұлар шақырылған қонақтар. Гүлнар мен Сейімбек біздің құдай көршіміз. Маржан да бөтен емес, сондықтан тілек айтыңдар. Маржан кел. Гүлнар. Siz doğru. Siz ağzım otur. Ağzım otur. Al Базарбай Асылтас, міне бүгін Базарбай 30-ға келгендір. Жасыңызға жас қосыңыз, бала-шағаңыз қызын көріңіз. Мен дегенім екеуміз құрдаспыз негізі, Базарбай екеуміз, ше? Міне. Көрші де құдай. Көршіміз еще. Міне, көршіміз. Көршіміз, бала-шағаның қызықтарын көре беріп, бала-шағаның қызын көре беріп. Немере сүйеріңдер. Менің балам жасым берсін, оқуға түсіп жатыр міне, бәрін дипломын алып жатыр, ұл да қыз да алып жатыр міне. Алмаз да кімде ше? Міне, мен нағыз көрші біз міне көршіміз. Айтшы. Жақсылық болсын, денсаулық болсын. Міне, әмин, бәрімізді осындай жасқа келеміз, ауырмызда, главный денсаулық дейді. Денсаулықтан артық ештеңе жоқ. Базарбай. Міне, давайте. Әмин. Берген күнәстарыңызды Мейірман Алла Тағала жүрек шапағатынан қабыл алсын. Әмин, әмин. Аллаху акбар. Тек өзің ғанасың, тек өзіңмен бақытты ғой анашым. Өзі кимей киіндірген баласың, әкеме қошемет соғыңдар. Қорықпайтын қиыншылық қайғаңнан, тектілік пен тәрбиеге бай қалған. Өзі жемей балаларын тойдырған, әкеме қошемет соғыңдар. Қамқоршым қорғаным байлығым барым әкешім, ардақтым қымбаттым асылым жаным әкешім. Кетіп маңдай терін төккізген, көретұғын қызықтарын көп бізден. Мына бізді осы күнге жеткізген, әкеме қошемет соғың.